Армысыздар, ардақты көрермен, Атырау телеарнасының эфирінде Еуразия ендігінде бағдарламасы. Біз бүгінгі хабарымызды зорлық-зомбылықты ауыздықтайтын заң жобасы тиімді ме деген тақырыпқа арнамақпыз. Өйткені еліміздің парламенті 2020 жылдың 20 қыркүйегінде тұрмыстық әділетке қарсы іс-қимыл туралы заң жобасын бірінші оқылымда қарап мақұлдаған болатын. Алайда биыл осы заң жобасына жалпы қоғамдық талқылау өткізіп, мақұлдауға қатысты сауалнамалар жүргізген тұста түрлі келеңсіз жағдайлар туындады. Әсіресе әлеуметтік желіде осы заң жобасына қарсы түрлі тақырыпта пікірлер айтылып жатыр. Соның негізгі біреулері бұл жалпы заң жобасындағы кейбір талаптар, яғни ата-ананың балалардың сұранысын қанағаттандыру, оларға жағдай жасауға қатысты түрлі тұрмыстық әл-ауқаты жете бермейтін кейбір отбасыларда бұндай заңның талабын орындау мүмкін емес деген пікірлер жиі айтылып жатыр. Студия қонақтарын таныстыра кетейік. Бүгін бізге онлайн байланысқа қосылып отыр заң ғылымдарының кандидаты, Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің профессоры Жанна Шаяхметова ханым шығып отыр. Сондай-ақ Ақмарал Шарипова, Атырау облыстық психикалық денсаулық орталығының медициналық психологы онлайн байланысқа шығып отыр. Бұдан бөлек ақын, әдебиеттанушы Оразбек Сапархан қатысып отыр. Сондай-ақ Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің профессоры, заң ғылымдарының кандидаты Саредат Дүйсебаева қатысып отыр. Құрметті студия қонақтар, біз бүгінгі тақырыбымызды осы қоғамда үлкен талқылауға түскен негізгі әртүрлі пікірлер айтылып жатқан осы заң жобасына туралы талқыламақпыз. Сіздердің пікірлеріңізді білмекпіз. Келесі сауалымды Оразбекке қойғым келіп отыр. Жалпы ұлттық тәрбие қалай болу керек? Бұл жерде азаматтардың кейбір құқықтық нормаларын реттеу үшін заңдық норма керек. Бұл заң түбегейлі қажет емес деген пікірмен келіспейміз. Бұл шынында керек. Өйткені мынау карантиндік жағдайда барлық отбасы мүшелері үйде болған кезде кейбір келеңсіз жайттерді куәсі болдық бәріміз. Ол әлеуметтік желіде қоғамдық талқылауға да түсіп жатты. Оны баршаңыз білесіздер. Бірақ дей тұрғанмен заңды нормалар жетілдірілуі тиіс деп есептеймін. Өйткені кемелді заң болу үшін әлі де асығыстық қылмай кейбір нормаларды жетілдірген дұрыс-ау. Әсіресе мынау біздің дәстүрімізге, тарихи танымымызға, ұлттық менталитетімізге келмейтін баптар туралы халықтың кейбір наразылығы орынды. Бірақ бес саусақ бірдей емес дейді халық. Халықтың ішінде де кейбір нормаларды бұзатын азаматтар болса, оған жекелей қарастырылса, және заңгерлеріміз, психологтар айтылғандай кейбір нормалар өзінің категориялар, өзінің қандай критерийлерді қамтитынын нақты көрсетілсе, ал енді мынау біздің ұлттық тәжірибемізден алып қарасақ, бұл өзі қазақ отбасындағы мәселелерді мақалымыз бар, бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде дейді. Сондықтан уышпен ұруыңмен, атсассаң аймағыңмен деп, осы өзінің ұрулық жүйесімен және туысқандық, сонымен бірге мынау ақсақалдық институттармен өзінің отбасындағы кейбір келеңсіздіктерді реттеп отырды бүгінгі қазақ даласында. Ал енді біздің Құнанбайдың бала тәрбиесі дейтін курсымыз осыны зерттейді. Осы жерде мынау бала тәрбиесіне сүйенетін негізгі таңдар ұят болады, жаман болады, және үш ауыз сөзбен тәрбиелеген қалыппыз ғой. Ұят болады дейміз, жаман болады дейміз, обал болады дейміз. Осы үш ауыз сөздің өзінің күші біздің бала тәрбиеміздегі кейбір сана сезімдерді, психологиялық установкаларды қоюға жеткілікті тұғын. Ал енді бүгінгі таңда кейбір құқық бұзушылықтар шынымен орын алып жатқанын көріп отырмыз, бірақ оларға бір жекелеген қарастырып заңды әлі де жетілдіру керек шығар. Біздің қазақ қоғамында да бұл нәрсе осыған дейін жоқ болды, және бар болса да кішігірім нәрселер жәйгендей отбасылық институттың өз ішінде ақсақалдық институттар ары кетсе осылармен реттеліп отырды. Мынау Тұрағұлдың естелігінде айтады Абай атамыз туралы. Абай атамыз үнемі осы бала тәрбиесінде айтып отыратын дейді. Мынау қорықпақпен сүймек, отпен су сияқты бір жерде отаспайды, бір жерде жиылмайды. Адам сүйген адамының ғана ақылын ұғып, сөзін тыңдайды. Ал енді мынау қорқытып айтқан ақыл дарымайды деп айтып отыратын еді дейді. Осының өзінен Абай ілімінде, Абайдың бала тәрбиесінде зорлық, зомбылыққа жол жоқ екендігі бесенеден белгілі тұр. Ал біздің тәжірибеміз, бабалардың тәжірибесі, шындығында да баланы махаббатпен тәрбиелеу. Абай өзі айтпай ма, адамзаттың бәрін сүй деп. Осы адамның бәрін сүйгенде ол отбасындағы баланы қалай сүймеу мүмкін? Сондықтан да
мынау жаңа бір спикеріміз айтып кетті, мына Ақмарал ханым, өте дұрыс нәрсе. Бұл қазақта да болған. Бала тәрбиелеуде алдын ала дайындық мәселесі. Психологиялық дайындық, тіпті қаржылық дайындықтар. Біздің даламызда болды ғой, мысалы жетім жесірлерді ел жұрт жиналып алдына мал салып беріп үйлейді ғой. Неге? Ертең балалы болған кезде, ертең отбасылы болған кезде, ар жағында ата-ана болған кезде, олар қаржылық мәселеден қиналмау үшін. Әрине енді көл қосырғып бәріне сап береді деп айтпаймыз, бірақ өзінің минималды тұрмыстық деңгейін қамтамасыз етуге жетіп асатын нәрсені ел жұрт болып атқарып береді ғой. Бұл нәрсеге өлшем, көрдіңіз ба, бізде бұрыннан бар, бірақ бүгінгі таңдағы қоғамдық әлеуметтік жағдай осы заң талаптарында айтқан мәселені толықтай орындауға ата-аналардың мүмкіндігі бар ма? Яғни психологиясы дұрыс ата-аналар, сонымен бірге мынау басқалай зорлық-зомбылық көрсетпейтін ата-аналар. Қаржылық мәселеге келгенде бір үйде 10 бала, 7 бала, 8 бала, 6 бала көп балалы аналар бар мысалы, көп балалы отбасылар. Осы кісілердің әлеуметтік жағдайы, олардың заң қойған шектегі нәрсені атқаруына мүмкіндігі бар ма? Осы мәселелердің барлығы егжей-тегжейлі қарастырылса, бұл заң толықтанып, және біздің дәстүрімізге. Мәселен, бізде енді сүндетке отырғызу деген баладан рұқсатын алмай-ақ атқарылатын жайт еді ғой. Ол тіпті кәдімгі бізде ұлттық деңгейге көтерілген сондай сүндет той деген бір аталы салт бар. Барлық ел жұртты шақырып, оның ырым-жырымын жасап, ал бұның медициналық тұрғыда балаға қаншама пайдасы бар. Бұл өзі зерттелген тақырып медицина саласы. Егер сол жаңа сүндет тойсын сырға салсын, баланың келісімін алу керек деген сияқты, жаңа түрлі дәстүрлі діни ұлттық наным сенімге байланысты деп айтқан, бірақ енді нағыз сүндеттеу сырға салу деген көрсетпеген жаңағы арнайы заң жобасында. Әлеуметтік желіде енді баланың сүндеттеуге тыйым салады екен, баладан сұрайды екенсің деген сияқты бір алып қашпа пікірлер айтылып жатыр. Бұл енді заң жобасы ретінде. Бірақ жалпы сол жаста енді ол діни ұлттық наным сенім тұрғысынан енді орындалатын бір шарт қой бізде. Бұл енді осы ғасыр біздің сан ғасыр бойы бабаларымыздың басып келген жолы ғой. Атам заманнан бері бізде сырға салу сүндет той, біздің ән текстерімізді өзін қарасаңыз, сырға салу сүндет той туралы текстер табуға болады. Ал енді біздің фольклорымызда да бұл нәрсе орын алған. Яғни анау бесік жырынан бастап, жаңағы мынау үйленетін дейінгі тұрмыс салттық жырларды қарасаңыз да, осы нәрселер ғасырлар бойы атқарылып келе жатқандығын біз көре аламыз. Сондықтан кейбір мәселелерде ол енді баланың өміріне орасан зиян келтірмейтін болса, баланың психологиялық ақаусыздығына зиян келтірмейтін болса, ол нәрсені баладан ұқсас сұраудың енді біздің аталарымыздың жолында болмаған кейбір нәрсені қаншалық керегі бар деген заңды ой туады. Оразбек, сіз не дейсіз? Сіз қандай пікір айтасыз? Жалпы заң нормасынан бөлек қазір бізде бұл енді сіз айтып отырған бағанағы Құнанбайдың бала тәрбиесіндегідей толық Құнанбайдай толық әке, Құнанбайдай әке жоқ қой қазіргі уақытта, абайдай бала тәрбиелейтін, иә? Түрлі әлеуметтік, түрлі психологиялық, түрлі саяси өзгерістерден кейін біздің қазақ қоғамында қазір ұлттық тәрбиеден ажырап қалғанымыз анық. Оны 70 жыл кешегі кеңес үкіметі кезінде де осындай түрлі ұлттық менталитетті, ұлттық тәрбиенің тамырын үзген түрлі оқиғалар болғаны өзіңе де белгілі. Жалпы енді қазір не істеу керек? Біздің өзіміздің төл тарихымыздың тәжірибелеріне негізделгенде, мынау ата-аналардың дегбар болмысын жетілдіру, яғни ата-аналардың рухани параметрін өсіру, жаңағы шетелде бір спикеріміз айтып кетті ғой, шетелдерде психологиялық жақтан ата-ана болуға дайындалады. Бұның өзі біздің тәрбие немізде, жаңағы Құнанбайдың бала тәрбиесі дегенде, бала тудыру өнері деген бар. Осы бала тудыру өнері бұл қазақта болған нәрсе. Біз соны жиынтықтап, бала тудыру өнері деп айтып отырмыз. Яғни баланы алуға деген дайындық ата-ана. Психологиялық дайындығы, ғылыми дайындығы өзінің, осының барлығын қазақ бұрын да істеп отырған. Бүгін бұл тек батыста ғана бар, бізде жоқ дәстүр ретінде қарастырамыз. Ал шын мәнінде біздің ата-аналарымыз, мысалы тұрмысқа шығудың өзінде қызды ана болуға жеңгесі дайындайды. Әке болуға ағасы дайындайды. Ал енді мынау ата-ана болуға енесі бар отбасында. Енесі жоқтарға өзінің әпкелері бар, қарындастары бар, жаңа апа-сіңлілері дейміз. Осылардың барлығы атсалысып, яғни бұл әулеттің ортақ атқаратын ісі ретінде қарастырылған ғой.
Сондықтан да жаңа кейбір мәселе тек қана өлектің ішінде шешіледі, қоғамдық талқылауға шықпай қалған. Сондықтан біз кейбір жамандықтарымызды, бабаларымыздың болған кемшіліктерін бүгінгі таңда білмейміз. Неге? Ол қоғамдық талқылауға шықпаған. Жаңағындай ұрудың немесе өз ауылдың, әулеттің ішінде қалып отырған. Осы тарихи тәжірибені жетілдіру керек шығар деп ойлаймын. Яғни азаматтардың интеллектісін өсіруге бағытталған, әсіресе рухани ұлттық жадысын көтеруге бағытталған шаралар көптеп қолға алынса, мысалы ата-ананы қалай тәрбиеледі, ұлттық болмысымызда әке институты қалай болды, ана институты қалай болды. Шындығында біздің неде баланы ұруды құптамайды. Біздің тәрбие жүйесінде. Және біздің тәрбие жүйесінде ұрысып, оны ұрып-соғып тәрбиелеуден гөрі, жаңа психолог Ақмарал ханым айтқандай, біздің әкелеріміз, аналарымыз жүріс-тұрысына, әке көрген оқ-жонар дейді қазақ, шеше көрген том пішер дейді. Осы мақалдың астарына қарайтын болсақ, біздің ұлттық тәрбиеміздің үлкен бір өлшемдері шығады. Сіздерге онлайн байланысқа шығып, бізбен ой бөліскендеріңіз үшін алғысымызды айтамыз. Құрметті көрермен, Евразия бағдарламасының бүгінгі тақырыбы зомбылықты ауыздықтайтын заң бізге тиімді ме деген тақырыпты талқылаған болатынбыз. Мамандардың айтылған ойлары, пікірлерінен кейінгі түйін, жалпы бұл әлде жеке қоғамдық наразылық, айтып жатқан сынның туындауына бір түрткі болып тұрған толық піспеген заң жобасы болғандықтан, осы біздің мамандар айтқан пікірлер алдағы уақытта ескеріліп, толыққанды жүйелі заң жобасы әзірленеді деген ойдамыз. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.